Баршаңызға қайырлы күн. Сіздер Қазақ такси каналындасыздар. Бұл каналда мен өзімнің такси бағытында жұмыс істеп жинаған 8-9 жылдық тәжірибемен бөлісіп жүрмін сіздермен. Жоқ болып кеткеніме кешірім сұраймын. Себептер болды. Біріншіден камерам бұзылып қалды. Ескі камерам бұзылып қалды. Жаңа камера алсам, бұл жаңа камераның видеоны сапалы түсіреді. Алдыңғы камерама қарағанда. Сол себепке байланысты менің ескі компьютерім жаңа камерадан салып жатқан видеоларды редактировать жасауға келмей қалды, шамасы жетпей қалды. Сол үшін компьютерімді жаңартуға тура келді. Және ауылыма, әке-шешеме, апама барып қайттым. 10 күндей сол жақта болдым. Енді ауылға барып демалып келдім. Айран, сүт ішіп, ет жеп, шай ішіп келдім. Жаңа камерамен, жаңа күшпен, жаңа тақырыптарға видео түсіріп, жаңа контент, сапалы контент жасайтын боламын. Каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басып тастауды ұмытпаңыздар. Және конструктивный критикаларыңыз болса, жаңағы ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, мен астына комментарийға кіріп жазсаңыздар болады. Барлық нәрсені. Және Instagram парақшама өтіп жазылып қойсаңыздар болады. Сол жерде комментарийде жауап бермей жатсам, мен сіздерге Instagramда кейбір сұрақтарыңызға жауап беруге тырысып жүрмін. Және кейбір туысқандарыңыз сияқты 1,45 сторис салмаймын мен о жерге. Мен тек қана шұғыл жаңалықтар болып жатса Instagramның сторисына немесе жалпы мен жоғалтып алсаңыздар, жаңағыдай 2 айға естіп жоқ болып кетіп жатсам, ол Instagramда қайда не істеп жүргенімді арасында салып жүретін болам. Сол жерге жаңағы кейбір жаңалықтарды айтып жүретін болам. Сол үшін жазылып қойсаңыздар болады. Мерей қайда жоқ болып кеттің, не болып жатыр, видео қашан шығады деп уайымдап жазып жатқан комментарийларыңызға, Инстаграмға өтіп жазып жатқандарыңызға үлкен көптен мыңда бір рахмет. Өте приятно. Өте приятно. Маған 2,5 ай бұрын маған YouTube монетизация қосылып берді. Ол дегеніміз не? Ол деген жаңағы менің видео роликтарым арасына YouTube жаңағы кішігірім 5 секундтық реклама роликтер салатын болады. Сол үшін маған кішкентай ақша төленеді реклама үшін. Ол жерде сұмдық жауып отқан жоқ ақша. Егер YouTube қанша төлейді, қалай YouTube арқылы табыс табуға болады деген сұрақтарыңыз болса, тағы да комментарийға кіріп жазып кетсеңіздер болады. Келесі видеолардың бірінде онда мен сіздерге YouTube'дағы табыс жайлы айтып бере аламын. Өзімнің білгенімді, түсінгенімді, мен бұның оқуын онлайн оқыдым. Осындай Қазақстанда блогер бар, жұрттың баласы деген Мұрат, өте тәжірибесі, YouTube жүргізу тәжірибесі өте үлкен. Сол кісіден онлайн курс алып оқып өттім мен. Ал бүгінгі видеоның тақырыбына келетін болсақ, мен алдында айтқанымдай, YouTube қазір менің видео роликтерінің арасына 5 секундтық рекламалар қояды. Сол үшін мен кішігірім жаңағы теңгемді алам дедім ғой. Мен стандартты жүйесін таңдадым. Видеоның алдында, ортасында, соңында 3 рет көрсетеді. Сол рекламаларды рекламалар әртүрлі болып келеді. Жаңағы спортзал рекламировать етеді, anytime әртүрлі. Және солардың арасында қазір Ресей нарығынан біздің нарыққа өтіп жатқан өте көп алаяқ көбейіп кетті. Неге десеңіздер, мысалы, қазір Ресейде монетизация өшіріп тастаған. YouTube қарасаңыз, YouTube'ның арасында жаңағыдай видео реклама қосылмайды. То есть, жаңағы кез келген Ресейдің авторлары, Ресейдің адамдарына видео көрсетсе, ол үшін ол ешқандай ақша алмайды. Санкциялар ғой.
сол себепке байланысты Ресейде отырған алаяқтар біздің Қазақстанның нарығына кіріп жатыр, қазір активно кіріп жатыр. Жаңағыдай өтірік рекламалар не қылады, олар брокерміз деп или әртүрлі бір жаңағы финансовый организациямыз там деп сіздерге бір жерге ақша салуға сұрайды. Көбінде ол кісі жаңағы көбінде Илон Масктың атын пайдаланды ма, мен өзім көріп жүрген рекламаларды айтып отырмын қазір. Илон Масктың атынан шығады, Қазмұнайгаздың атынан шығады, Каспий банктың атынан шығады, Жакишев, Марғұлан Сейсенбай, тағы кім, Халық банкті де көргенім бар. Сондай әртүрлі инвесторский жаңағы ақша көп жүретін газ, бір бәле сондайларға сондайлардың атынан сіздерге шығады. Сіздер өтесіздер, жаңа сілтемемен өтесіздер, номеріңізді жібересіздер, сіздерге менеджерлері звондайды, ой сұмдық ақша обещать етеді да, бірақ там басында бір 100 мыңнан бастап сондай бір сумма саласыз, неғұрлым көп салсаңыз соғұрлым аймамай көп ақша алып отырасыздар дейді. Жаңағы 100 мың маған звондағаны 100 мың саласында бітті, аймамай жаңа 50 мың 60 мың алып отырасың деп. Ондай ақша болмайды, оның бәрі өтірік. Жаңағы компаниялардың атынан сіздерге шыққан кезде сол компаниялардың официальный сайттарына кіріп, немесе официальный парақшаларына өтсеңіздер, сол жерде сол кісілер оның бәрін жоққа шығарып жатады. Мысалы, мен өзім түсіріп алған жаңағы рекламаларды қосам қазір. Мысалы, біріншісі ол жаңағы Қазмұнайдікі рекламаларын сапалы қылып жасайды. Ол прям сендіріп қояды. Бірақ сіздер оларға сенбеңіздер. Мысалы, қазір мен қосатын Қазмұнайгаздың рекламасы. Казмунайгаз при поддержке президента Казахстана открыл свободный доступ к платформе для инвестирования в проекты компании. Мы надеемся на позитивный исход нашего предстоящего сотрудничества. Что касается правительства Казахстана, то по моему поручению будет оказываться всяческое содействие. Я думаю, что мы должны действительно достичь практического результата. В приложении у вас будет личный специалист, который свяжется с вами для подтверждения регистрации, ответит на все ваши вопросы и будет вести вас к прибыли. Чтобы начать получать доход, достаточно скачать приложение в Play Market. Транснациональная компания «Казмунайгаз» стала очень гибкой в управлении и открыла казахам новую возможность зарабатывать. Благодаря микроинвестированию рядовых граждан страны в нефтегазовые продукты растет уровень жизни по всей республике. В прошлом году «Казмунайгаз» реформировалась, чем сэкономила 127 миллиардов тенге. Сейчас 40% корпоративного центра состоит из молодых работников с опытом продвижения транснациональных компаний. Казахский нефтегазовый гигант стал одним из немногих, кто уверенно держится на мировом рынке, несмотря на энергетический кризис 2022 года. Чистая прибыль компании составляет 130 миллиардов тенге в год и в среднем растет на 15% каждое полугодие. Для любого казахского микроинвестора это гарантирует прибыль в 245 тысяч тенге с каждого вклада в 127 тысяч. Остается только успеть зарегистрироваться, пока в компании есть места. Дождитесь звонка специального консультанта компании и уже к концу дня будете зарабатывать на государственной нефти и газе. Инвестируйте средства, необходимые для получения наибольшей прибыли в кратчайшие сроки. Реинвестируйте и приумножайте заработанное с выгодой и уверенностью. Используйте национальное достояние страны, в которой живете. Ведь это ваше достояние и ваша новая успешная жизнь. Жаңағыдай реклама көргеннен кейін артынша, мысалы, Қазмұнайгаздың официальный сайтына өтетін болсақ, ол жерде жазылып тұр, бұлардың бәрі алаяқтар, бұларға сенбеңіздер деп. Инстаграм парақшасында да официальный и жаңағы Қазмұнайгаздың официальный сайтына өтсек, сол жерде үлкен қызыл внимание деген знакпен алаяқтар осындай сенбеңіздер деп
жазылып тұрады. Екінші Жа Инвест дейді, Жакишев мырзаның атынан шыққан реклама. Соны қосам қазір. Важная новость для всех жителей Казахстана. Мухтар Джакишев совместно с Нурланом Смагуровым и Hyundai Motor создали фонд Джа Инвестмент для инвестирования и получения дивидендов на карту от $2000 в месяц всем жителям Казахстана. Эта технология, она нужна всему миру. Там огромное количество уже компаний вокруг начинает издалека крутиться, уже закидывают вопросы. Японцы проснулись, там Джакишев чем-то занимается. Более того, оно будет революционным, потому что это будет совершенно новое направление. Она работает. Главной целью фонда является поднятие уровня жизни граждан и стабилизация экономики во время кризиса. Проект уже поддержало правительство, выделив $200 миллионов. С сегодняшнего дня вы можете стать участником нашей автоматизированной платформы, которая благодаря искусственному интеллекту будет торговать за вас. У меня начинается новая жизнь, с кредитами раз и навсегда покончено. Спасибо вам большое. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами. Я только что получила на карточку 500 тысяч тенге, блин, я не могу поверить, как же я рада. 1 200 000 тенге. Не передать словами, как я счастлива. Спасибо вам. Вам нужно зарегистрироваться и дождаться звонка персонального менеджера. Создайте свое счастливое будущее вместе с Джа Инвестмент. Содан кейін оның артынша мына Жакишевтің Instagram парақшасына өтсем, осындай өзінің YouTube парақшасында да, Instagram парақшасында да осындай опровержение, бұның бәрі өтірік деп жаңағы өзінің несінде түсіріп жатыр. В интернете какие-то мошенники создали инвестиционный фонд Джа Инвестмент и уверяют, что этот фонд создан мной и Нурланом Смагуловым. Так вот, это фейк. Не верьте мошенникам. Никаких фондов я не создавал и на будущее не планирую создавать. Поэтому вся подобного рода реклама, она мошенническая и фейковая. Правоохранительные органы, прошу считать мое данное видеообращение заявлением. Спасибо, друзья. Не ведитесь на мошенников и не перечисляйте мошенникам свои деньги. Берегите себя, здоровья, успехов. Түсіріп жатыр. Және Каспий банктың да осындай нелері бар. Қысқасы, бұндай реклама көргеннен кейін сол жаңағы компанияның атынан сөйлеп жатқаннан кейін сол компанияның официальный парақшаларына өтетін болсаңыздар, сол жерде бәрін не қылады. Ондай оңай ақша бұл әлемде жоқ. Ең көп, мысалы қараңыздар, біздің Қазақстанда қазіргі уақытта депозиттердің ішінде ең көп табыс табуға болатын нәрсе ол жаңағы инвестиция, бірақ ол жаңағы КСЕ деген сияқты официальный жаңағы инвестиционный компаниялар бар. Ол жерге ақша салсаңыз, олар сіздерге қолдарыңызға документ береді, олардың офистары бар. Оларға барасыздар, сол жерде консультация береді. Ақша салым жасағаннан кейін сіздің қолыңызға официальный банк арқылы счет ашасыз, сол счет арқылы жаңағыдай инвестиция жасайсыз. Оның бәрі қағаз жүзінде печати бар. Сондай болып келеді. Ал жаңағы алаяқтар, олар сіздерге офистарың бар ма десе, офис жоқ дейді. Давайте мен сіздерге офистарына келейін десең, офистарына келмейді. Және ең бастысы, ондай Россиядан келген алаяқтардың бәрінен қорғанудың амалы, мен орысша түсінбеймін, қазақша мәлімет беріңіз десеңіздер, бітті сразу сіздерден не қылады, телефон өшіріп сізге звондамайтын болады. Ал Қазақстан заңы бойынша кез келген организация сізге қазақ тілінде де, орыс тілінде де мағлұмат берулері тиіс. Тағы да бір қоса кететін жай, бұл алаяқтар сіздерді еще екінші групппен алдайтын кездер болады. Жаңағы рекламалардан кейін, жаңағы сіз ақша салып қойдыңыз, олар сізді лақтырды. Одан кейін YouTube'да тағы да реклама ашады. Типа сізді
недобросовестный брокерлар лақтырып кетті ма? Вот біз сондай нелерден ақшаны выбивать етуге көмектесеміз деп екінші рет бір жерге тағы ақша салуға сұрайды да сіздерді екінші рет лақтырады. Сол мүмкін даже үшінші несі де болуы мүмкін. То есть бұл оңбағандар конкретно жұмыс істейді ғой қазір. Конкретно жұмыс істеп жатыр ғой жаңағы. Бір алданған адамды бір емес екі, үш реттен алдап ақшаларыңыздың бәрін сығып алады. Обманули и вернем деньги от брокера законным путем. Не теряйте время и обратитесь к нам. Юридическая компания «Щит и меч» – это многолетний опыт работы в области потерь на инвестициях, индивидуальный подход к каждому делу и огромное количество довольных клиентов. Мы помогаем людям с 2013 года. За это время мы смогли выстроить собственные алгоритмы работы с банками, платежными системами, брокерскими службами и правоохранительными органами. Итак, что вы получаете от сотрудничества с нами? В первую очередь, это полная прозрачность на всех этапах работы. Ведь мы прекрасно понимаем, как тяжело вернуть доверие обманутым людям. Второе, это постоянная поддержка от профессионалов с большим опытом. Ну и, наконец, самое главное, это слаженная команда юристов, которая будет с вами до победного конца. Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и мы начнем решать вашу проблему уже сегодня. Егер жаңағыдай артық ақшаңыз болып бір жерге инвестиция жасағыңыз келіп жүрсе, және осындай алаяқтарға алданбау үшін мен сіздерге реальный препод деген өзіміздің Қазақстанның бір осындай тоже YouTube блогер, осы финансы жағынан кішкене несі бар, білуі бар, сол кісіні каналына сілтеме қалдырып қоям. Бұл ешқандай реклама емес. Ол кісінің каналы мен өзіме ұнайды. Өте пайдалы контент түсіреді. Мен ойымша, енді орысша жүргізеді, бірақ өте пайдалы, өте сапалы контент жасайды. Ол кісімен мен бір группада оқығам, жаңағы YouTube жүргізу жағынан жүздеспеген. Ол кісі Англияда оқып келген, кітап жазады. Ол кітабын мен алып оқыдым. Сол үшін смело өтіп, жаңағы контенттен өтсеңіздер, қарасаңыздар, финансовый грамотностьқа үйретеді. Білетіндеріңіздей, біздің Қазақстанда финансовый грамотность жағынан өте қиын. Осы жаңағы көптеген мәліметтерді жаңағыдай брокерларға екінші рет алданып қалмаудың амалын жаңағы осы кісінің каналынан алып үйрендім. Сіздерге де кеңес берем. Солай. Екіншісі бұл таксиде, мына таксиде неше түрлі алаяқтар да кездеседі. Яндексте қандай алаяқтармен кезіктім. Короче, наркомандар болады. Кладка іздейтін, короче, сондайлар бар. Бір алыс бір жерге барады, сол жерде бір нәрсе іздейді, сөйтеді, қайтып келеді де, машинаға отырып қайтып жаңағы адресіне, немесе тағы бір адреске барады. Сөйтеді, в основном бәрі жаңағы қандай болады? Қазір магазинге кіріп ақшаны майдалап шығам, или мен зарядкам отырып қалды, сіз iPhone зарядкасы бар ма, жоқ па дейді. Жоқ болса, қазір мен үйге кіремін, зарядтап аламын, мен номерін жазып алып, мен андай дейді. Сөйтеді, кіреді, ал мен алып бар, короче, жоқ болып кетеді. Немесе жаңа магазинге кіремін, ақшаны айырбастап шығам дейді. Қарасаңыздар, магазиннің бергі жағында бір есігі, арғы жағында бір есігі бар, сонымен ар жағынан шығады да кетіп қалады, короче, лақтырып кетеді, сондайлар бар. Сол үшін ақшаны алдын ала алып алғандарыңыз дұрыс. Сосын тағы да бір алаяқтармен кездескен. Жаңағы ол бірақ Яндекстен емес, келеді да, брат, таксисің ба? Давай, от души төлеймін, короче, біраз жүрейікші, мен саған 3-4 адрес айтам, сол жерлерге барайық дейді. Отырады, сеніміне кіреді, әңгімелеседі, машиненің жылын сұрайды, жаңағы сөйтеді, бір жерге шыққан кезде жаңағы портмонесін тастап кетеді, немесе телефонын тастап кетеді. Короче, сеніміңізге кіреді, от души жақсылап тұрып сөйлеседі.
сөйтеді да көзіңізше бүйтеді да киви деген бар. Мен ставка қоямын, кивиде ақшасын көрсетеді, реально кивиде ақшасы бар. Ну, карточканың номерін айт дейді, карточканың номерін айтады, сен көзіңше бүйтіп аударады. Бірақ бұл жарты сағаттың ішінде, 1 сағаттың ішінде түседі дейді. Міне, короче, түспейді. Жоқ, сөйтіп алданғам. Бір кісіні қалада 2,5-3 сағат бойы әрі-бері тасимын, 10 мың от души марат дейді да, көзінше аударады, сонымен жоқ, артынша звондайсың. Жұртынан брат түспеді ғой десе, қазір түседі, 3-ші рет звондағанда уже сізді черный списокке лақтырып тастайды, бітті сонымен, короче. Және ақшаны жаңағы түнде бір қазір өте көп фальшивка, 2 мыңдық, 5 мыңдықтар, в основном сонда 2 мыңдық, 5 мыңдық фальшивкалар көп. Ақшаны тексеріп, жақсылап тексеріп алыңыздар. Наличка берсе түнде адам подозрительный болса, жаңағы бір жерлерге кіріп кетеді, сөйтті жаңағы қараңғы кезде 2 мың, 5 мың береді, соларды тексеріп алғандарыңыз жөн. Сондайда сдача бересіздер ғой, сізді 5 мың береді, сіз еще оған сдача бересіз, сөйтіп алдап кететіндер болады. Сол үшін мұқият болыңыздар, ақшаны всегда алдын ала албаңыздар, және размен жайлы алдында размені жаңағы бір алыс жерге бара жатсаңыз, түн ішінде болса, көлікке, машине отырғаннан кейін жаңағы наличный, безналичный деп көрініп тұрады ғой. Егер наличный болса, алдын ала сұрабаңыз, сізде қандай купюра, үлкен купюра болса, менде қазір сдача жоқ, давайте жолжники заправкаға кіріп бірден айырбастап алайық деп, сол жерде тексеріп аласыздар. Ақшаны алдын ала алып жүріңіздер, жаңағыдай сенбеңіздер, әртүрлі қазір аударғыштарға, сосын жаңа киви арқылы сондай алаяқтар көбейіп кеткен бір кездер, қазір енді білмеймін, соңғы кездер кезікпедім. Мүмкін бар шығар. Комментарийға сіздерде қандай алаяқтарға алдандыңыздар, қалай алданбаудың амалдары болса, сіздер комментарийға кіріп жазып тастаңыздар. Давайте осы видеомызды барынша жаңа қоғамға пайдалы видео қылып жасайық. Бөлісіп жүріңіздер бұл видеомен. Давайте алданбайық. Пайдалы видео болып жатыр деген ойдамын. Қалада қандай жаңа алаяқтармен кездескен. Ең бір студент кезінде квартирамен лақтырған бізді, жаңағы мынандай қағаздармен объявление іліп қояды, сдам квартиру в этом районе деп, жақсы райондарға іліп қояды, сол жерге звондасаңыз олар айтады, все, қазір дейді да, бір жерден барып посуточно алама, сондай бір нәрселер бар, может өздерінің схемалары бар, сол жаңа квартираның егесімен жаңа короче, біреулер келеді, ақшаңызды алады, жаңа задатыңызды алады, сөйтеді да, ой деп, документтер бер десе, қазір мен хозяйка жолда, қазір мен келеді дейді да, короче, ертең келеді дейді, обещать етеді, короче, бір өтірік подделка документтер, копияларын көрсетеді, оригинал документ ешқандай көрсетпейді олар сіздерге, в основном бәрі копияларын көрсетеді, или жаңағы сөйтеді да, ақшаларыңызды алып алады, типа договор составлять етеді, сөйтеді да, кетеді, келесі күні шынайы егелер келеді да, жаңағы айқай шу шығарады. Милиция шақырам, сендер кімсіңдер, бір суткаға тапсырып едік қой, анау деп сөйтеді да, короче, ол кезде енді студентпіз ғой, жаңа жаспыз, пантыға алады да, все болды, короче, шығыңдар деп шығарып жібереді далаға. Бұндай адамдарға алданбау үшін жаңағы үйдің де документтерін сұрап алыңыздар, оригинал документтерін сұрап алыңыздар. Сол жерде жаңағы коммуналкасын төлеп жүрген адамдардың қазір Каспиге кіріп, осындай микрорайон, осындай деп жазып шығарсаңыз, сол жаңағы шығады, кімнің атына коммуналка келеді, сонымен бәрін салыстырып, тексеріп, оригинал нотариальный договор жасайсыздар ма, сондай бір договор жасап, сөйтіп шешкендеріңіз, квартираны арендовать еткендеріңіз дұрыс болады. Видео пайдалы болды деген ойдамын.
Тағы да барлықтарыңызға рахмет. Подписка жасап жатқандарыңызға, лайк, дизлайк басып жатқандарыңызға, комментарий жазып жатқан подписчиктеріме барлықтарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Осы сіздердің арқаларыңызда мына блогер болып, жаңағы реклама қосып, монетизация қосып, енді осылай каналды дамыта беретін боламын. Көбірек видеолар шығара беретін боламын. Видеоларым барынша пайдалы видео түсіруге тырысатын боламын. Келесі видеоларда жолыққанша барлықтарыңызбен қоштасам, сау болыңыздар.